Ассаламу алейкум. Бүгін алмадан компот жасаймыз. Мұнда су қайнап тұр. Мұнда қақпақтарды стерилизация жасадым. Банкаларды да стерилизация жасап, алмаларды салып дайындап қойдым. Қайнап тұрған суымызды 2 литрлі 2 банкаға құямыз. Алмаға 1 слива қостым. Себебі розовый, қызыл түсті әдемі түс береді. Суларымызды құйып, қақпағын жауып, 10 минутқа шетке алып қоямыз. 10 минутымыз өтті. Енді ішіндегі суды қайта кастрөлдерге құйып, алманы сүзіп, банкаға салып, қақпағын жауып, шетке алып қоямыз. 4 литр суымызға 400 грамм шекер саламыз. Сироп қайнатамыз. Бір қайнатып, банкалардың әрқайсысына лимон қышқылынан кішкентай қасықтың жартысына жеткізбей, әр банкаға салып шығамыз лимон қышқылынан. Сосын қайнап тұрған сиропымызды әр банкаға құйып шығамыз. 1 слива салған себебім осылай қызыл түс береді. Әдемі көрінеді. Сол себепті 1 слива салдым. Банкаға қайнап тұрған сироптарымызды құйып, қақпақтарын жауып, орысша закрывашка дейді ғой, қақпақ жапқышпен жауып, мықтап, қысқа компоттарымыз дайын. Дәмді болады, жасап көріңіздер.